Ассалаумағалейкум достар, сөйлеп тұрған Батыр Сейкенов. Соңғы бірнеше жылда біздің аңшылық алқаптарда қасқыр малға шабуды іс жүзінде тоқтатты. Бұл кездейсоқтық емес, бұл жүйелі жұмыстың нәтижесі. Қай себеппен тоқтатты? Біріншіден, жабайы жануарлардың саны өте қатты өсіп кетті. Бұл біздің жұмысымыз өсіру. Біз әрине аңшылық жасаймыз. Қазір деген еліктің саны өте қатты көбейіп кетті. Ақбөкен туралы өздерің білесіздер. Қоян да қаптап жүр, Сол себеппен қасқыр өз табиғи олжасына қайта оралды. Далада азық жеткілікті болса, ол ауға тиіспейді. Тағы бір маңызды мәселе, бір 10 жыл бұрын бізге шакал пайда болды да, өте қатты өсіп кетті. Бұрын болмаған, мүлдем болмаған. Қазір деген қасқырға біз 8 жыл болды, аңшылыққа тыйым салдық. Енді жөліп кетті ғой, шакал. Қасқыр деген, былай айтқанда, высший жыртқыш қой, бірінші орында тұратын, ал енді шакалдың екінші орында тұрады. Сол себеппен қасқыр оның санын реттейді, жойып жібереді. Себебі ол оған конкурент дейді ма? Бұл деген экобаланс дейді. Ол солай болу керек, әрине басқа жыртқыштар да бар ғой, түлкі де бар, қасқыр түлкіні де басады. Енді міне, былай айтқанда, аңшылық саласы деген ол деген сақтау, дұрыс пайдалану, ол деген туризм, ол деген кәсіп. Біз міне шетелдің азаматтарды күтеміз, өзіміздің жерлестерді күтеміз, ақшалары бар. Ал енді мүмкіндігі жоқ, зейнеткерлерге тегін береміз, төмен бағамен береміз, бүкіл халыққа жағдайын жасаймыз. Әрине шетелден келген азаматтарға, байларға біз аябай сатамыз ғой, бағасын көтеріп. Ал енді қарапайым халыққа әрине қолжетім жолымен береміз да. Сол себеппен жігіттер, аңшылық саласы ол деген кәсіп. Біз міне нақты көрсетіп жатырмыз. Біз міне нәтижесін көрсетіп жатырмыз. Нәтижесі бар. Саны өсіп жатыр, малға тиіспей жатыр. Ол деген біздің жұмыс. Рахмет жігіттер, аман болыңдар. Осылай істеу керек жұмысты.